Ықылас сүресін білесіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде көп келеді. Кім Ықылас сүресін оқыса, Құранның 3-тен 1-ін оққанмен бірдей дейді. Ал осы жерде сұрақты болады. Қалай ол деген? Өз біздің сабақ сол ғой, қалаймен басталады ғой. Қалай ол 3-тен 1-і Құранның? Тек Аллахты пәк деп мақтайды. Алланың сипаттарының көбісі солай. Дұрыс, әдемі. Барлығыңыздың қосып былай жауап берейік. Ақида да бар, жаңағы не бар сосын? Фихта бар деп айтқым келіп тұр ғой. Дұрыс, жақсы, машалла. Жоқ, мынау не ғой, тыңдай бергенде арасында кішкентай ойланып та отыру керек, Камал. Бой жүгіртіп не қылып деп атқам ғой. Мен сіздерді бір жағы білмейді екен деп жерге ұрайын деп атқан жоқпын, Алла сақтасын. Бәріңіз білесіздер, просто айтпай отырсыздар ғой, өзім айтайын енді. Бұл былай екен. Құранның 3-тен 1-і деген сөзі, Құран өзі нешеден тұрады дедік? 3 ілімді, 3 нәрседен қамтиды дедік. Біріншісі ақида. Бірінші діннің тірегі бұл ақида, бауырлар. Қиста емес. Сенім ең бірінші. Сенім құрыды ма, мына екеуі пайдасы жоқ. Мына екеуі бар, сенім жоқ па, онда ол пайдасы жоқ. Ең бірінші не? Сенім. Екінші не? Қиссалар. Үшінші не? Шариғат. Фиқ заңдары. Дұрыс па? Түсінікті ғой, Құран 3 нәрсені қамтиды. Енді қараңыздар, мен айтқан жаңағы Ықылас сүресі нені қамтиды? Түгел ақиданы қамтиды ғой. Ақида Құранның 3-тен 1 бөлігі ма? Демек, Ықылас сүресін оққан адам Құранның 3-тен 1-ін оққанмен бірдей сауап алады. Түсіндіңіздер ғой? Ана біз 10 пара деп ойлап жүрік қой, 10 парасын сауап алғанымызды. Жобалайды, бірақ не? Бірақ Құранның 3-тен 1-і деген сөз бұл жерде ақида. Ықылас сүресінде Алланың айтылмаған басқа аяттарда сипаттары бар. Түсінікті ғой? Сондықтан мынау пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бір сахабасын жорыққа жібереді, уже қолбасшы қылып. Анау жаңағы енді ол кезде әмір болып барған адам имамдыққа шығатын болған. Пайғамбар саллаллаху кімді әмір қылып жібереді? Ол кеше исламды қабылдаған болса да, ол не істейді? Намазға шығатын болған. Абу Бәкір, Омарлар артында тұратын болған. Сол кісі намазға шығады, Ықылас сүресін оқи береді ғой. Барғанша Ықылас сүресін оқиды, қайтқанша Ықылас сүресін оқиды, соғыста да Ықылас сүресін оқиды. Сонымен сахабалар деген пайғамбар саллаллаху білесіз ғой, сахабалардың ішінде кілең жағы от алатындар бар. Алланың елшісі, мынау вообще сүре білмей ма дейді ғой. Ықыластан басқа. Барғанша Ықылас, қайтқанша Ықылас, тағы да Ықылас. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам біз сияқты емес қой. Біреуін тыңдап шешім шығара салмайды да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Біз ғой бір жақ тыңдайсың да, ол дұрыс айтасың, оңбаған ғой ол. Деп, ананы тыңдамайсың, екінші жақты. Мынаны тыңдайсың да болды, мына жаққа шешім шығарасың. Сөйтіп келсең, мынау әңгіме айтып тұр, мынанікі дұрыс емес сияқты да. Сосын мынаны жынды қыласың жағы. Өзің күшті, қалғаның бәрі жынды. Сонымен не керек? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам керемет сипаттарынан бұл бәрімізге керек. Екі тарапты тыңдау керек, шешім шығармай тұрып. Тоқтай тұр дейді сахабаларға. Біліп алайық та, оны неге Ықылас сүресін шақыртты, ана сахабаны келді. Сөйтті де айтты, неге Ықылас сүресін оқи бердің қайта-қайта деді. Сонда жаңа сахаба айтты, Алланың елшісі деді, мен бұл сүрені өте қатты жақсы көрем дейді. Бұл сүрені өте қатты жақсы көрем дегені не дегені? Мен Алланы пәк дегенді жақсы көрем деп жатыр. Көрдіңіз ба? Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты, осы сүрені жақсы көретіндігің сені жәннатқа жетектеп алып кіреді деді. Алланы пәктеуің деді. Көрдіңіз ба? Ақиданы. Алланы пәктеуің сені жәннатқа. Сау ақида адам жәннатқа апарады. Иншалла, амалдар бұзық болса да. Амалдарың орттыра берсін. Қысқартатын жердің бәрін қысқартып, жіберетін жердің бәрін жібере бер. Бірақ сенім дұрыс болмаса, амалдар не болады? Зая кетіп қалу ықтимал болады. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып, сені Ықылас сүресі жәннатқа алып кіреді деп жатыр. Сондықтан сақ болуымыз керек екен, және Ықылас сүресін естеуіміз керек екен, көп оқуымыз керек екен.